Бағдарламамызда davom etamiz. Bo'zatov rayonida жергілікті кеңестердің жұмысын үлгілі шөлкемлестіру атамасында республикалық көргізбелі семинар шөлкемлестірілді. Нөвбеттегі хабарымыз міне ұсу орнынан дайырланды. Семинарға халық депутатлары, Bo'zatov районлық кеңесі депутатлары, саяси партиялардың басшылары, халық депутатлары, қалалық һәм районлық кеңеслері, секретариатларының басшылары һәм ғалаба хабар құралдары вәкілдері қатынасты. Тәсілеп сөзге шыққанлардың халық депутатлары жергілікті кеңесінің тұрақты комиссияларының жұмысын нәтижелі шөлкемлестіру атамасында баянотлары тыңланды. Өзбекстан Республикасы Али Мәжіліс Сенаты кеңесінің осы жылдың январ айында қабыл еткен 51 салы қарарына муафық Өзбекстан Республикасында үлгілі нелердің қатарынан халық депутатларының өз қалалық кеңесі һәм кіргізілген. Сол қарарға муафық барлық районлық кеңеслердің депутатлары, тұрақты кеңеслердің бастықтары, соныңдай секретариат қызметкерлері барлығы өз қаласына шақырылып, үлкен семинар кеңес шөлкемлестірілді. Осы қарарына муафық Қарақастан Республикасы жоғары кеңесінің президиумы менен қарары менен барлық районлық кеңеслердің депутатларының арасында да осындай үлгілі шөлкемлестіру бойынша семинарлар өткеру бойынша қарар қабыл етілді. Ойлаймын, бүгінгі семинар жүдә жоғары дәрежеде шөлкемлестірілген, кеңестің сессияларға таярлықтары, тұрақты комиссияларды өткерілуі, жергілікті кеңес депутатларының жіберілген депутаттық сұраулары, мұражатлардың нәтижелігі, соныңдай олардың депутатлардың өздерінің сайлаушылармен ұшырасуы һәм ұшырасулардың нәтижелері бойынша оларды ұлымаластырылып, районлық хакимге кіргізіліп, хаким тарапынан олар барлық кархана мекемелерге орындау үшін жіберіліп отырғандығы үлкен өзінің нәтижелерін беріп отырғандығы атап өтілді. Сонымен бірге қатысушылар жергілікті кеңестің жұмысы, депутатлардың халықпенен өзара бірге істесу механизмдерімен де жақыннан танысып, өзара тәжірибе алмасты. Әрбір тұрақты комиссия өзінің жыл davomida істеген жұмыстары хақында есебат берді. Бұл есебатларда басқа жергілікті уәкілдік органдарда өздерінің істеген жұмыстары бойынша біздермен біргелікте пікір алысты. Оқылған әрбір есебатты докладларды біргелікте додалап бардық, біргелікте солар бойынша сұраулар берілді. Олардан істеп отырған жұмысларынан біздер өзімізге үлгі ретінде пайдалануға алдық. Bundan соң семинар қатысушылары районлық кеңес секретариатында болып, бұл орында хүжетлерді жүргізу, қадағалау процесслері һәм жұмыс істеу тәртібі бойынша алып барылып отырған жұмыстарды көзден өткерді. Сондай-ақ әмелге асырылып отырған жұмыстардың нәтижелілігі, оның ахметі һәм тәжірибелері бойынша пікір алысылды. Кең жәмиетчілік уәкілдерінің нәубеттегі мәнзілі Еркіндария ауыл бұқаралар жиыны аймағында жайласқан. Ақеден елатында президентіміздің басламасымен жаңадан бой түклеген Bo'zatov санаториясы болды. Тарау қанигелері әйне су орнында жаратылған шариат һәм қолайлықтар менен танысып, бұл жұмыслардың һәммесі инсан қадірі үшін принципі тикарында әмелге асырылып отырғанлығын айрықша тілге алды. Илаш қатысушылары бұл жерде халыққа медициналық қызмет көрсетудің түрлері һәм сапасы, жаңа жұмыс орынлары шөлкемлестірілгені һәм олардың келешектегі іс-ережелері хақындағы мағлұматларға да ие болды.